Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге бір қарапайым стратегиямен қалай сауда жасауға болады және мысал ретінде графиктен түсіндіріп бергім келіп отыр. Жалпы бұл стратегиялардың ішіндегі ең базасы техникалық анализге жатады. Ол бізде уровеньдер болып табылады. Уровеньдер бізде бұрынғы уақытта да, яғни осы уақытқа дейін 4-тен 3 бөлігінде жасап келді, алдағы уақытта да жұмыс жасай береді. Неге? Өйткені бұл тарихи бағалар арқылы, тарихи бағалардың реакция алуына байланысты соларға қарай отырып, біз шешім қабылдайды екенбіз. Ал 4-тен 1 бөлігінде жұмыс жасамай қалады, өйткені ол кездерде жаңалықтар болуы мүмкін, экономикалық әртүрлі ситуациялар болуы мүмкін, сол кездерде жұмыс жасамай қалуы мүмкін, бірақ негізінен қарапайым стратегия ретінде біз қолдана аламыз. Жалпы уровеньдер деген не нәрсе? Белгілі бір мынандай уровень бар, деңгей бар, мысалы баға бар. Баға сол деңгейге бағаға келеді да, мысалға бұза алмай қайтадан кетіп жатады. Демек, осы жерге келіп реакция алып төменге бұза алмаса, демек бұл жерде біз уровень деп алсақ болады. Неге? Өйткені ол жерде баға ары қарай крупныйлар сол бағадан төменге қарай бағаны түсіргісі келмей тұр, сол жерден сатып алушылар бағаны көтерді дегенді білдіреді. Бір зона ретінде уровень қылып алады екенбіз. Немесе баға мына жерге келді да, осы жерді бұза алмай баға қайтып кетті. Демек, мына жер бізде ол не болады? Уровень болып табылады екен. Енді егерде ол уровень бұзылып кететін болса, демек қаншама жерде бұза алмаған, қанша рет кеп тиіп бұза алмаған жер бұзылып кетсе, демек баға сол кедергіні бұзды да, ары қарай сол кедергісіз үстіге қарай өсуі мүмкін деген дүниені қарастырады екенбіз. Яғни көп жағдайда уровень бұзылды, бұзылғаннан кейін бізде келіп тест жасайды, яғни ретест болады. Бұзады, қайтадан сол неге ретест жасайды да, баға төменге жоғары қарай қайтадан осы жерден лонгқа, мысалы сделка қарастырсақ болады дегенді білдіреді екен. Енді мына жердегі уровень болды, осы уровеньнің бұзып қайтадан мына жерге реакция алу бізде зеркальный уровень деп аталады. Яғни мына жерде бізде уровеньнің екі түрі бар, поддержка және сопротивление деген. Мына жерде бізде сопротивление уровені болып тұр. Неге? Сопротивление деген бағаны төменге қарай құлататын. Яғни баға мына жерге үстіге келіп бұза алмады. Бұл деңгей бізде сопротивление болып тұр. Ал бұл бұзылып кетіп, бағаны мына жерден ары қарай көтеретін деңгейді біз поддержка уровені деп атайды екенбіз. Яғни жалпы алатын болсақ, былай ала берсек болады. Яғни уровеньнің бізде екі түрі бар. Мынаны алатын болсақ, мынау бізде сопротивление уровеньдері, ал мынау бізде поддержка уровеньдері деген сөз. Жалпы осылай. Енді сол уровеньдерді қолдана отырып, мен сіздерге болған бір сделкадан не бергім келіп отыр. Мысал көрсеткім келіп отыр. Мынау кеше болған сделка. Бұны біз өзіміздің студенттерімізге берген болатынмын. Кеше студенттерімізге осы Tesla бойынша уровеньдерді сызап отырып, осы жерден сделкаға кірсек болады деген идея берілген болатын. Яғни міне 4 сағаттық немесе 1 сағаттық таймфреймге. Мына жер 4 сағаттыққа қойылған. Негізі уровеньнің өзі сол 4 сағаттық 1 сағаттық глобальный уровеньдер сызылған. Ол қалай? Мына жерде баға жоғары қарай кетіп бір реакция берген. Демек, баға осы жерден біз жоғары қарай кете алмағандықтан оны сопротивление уровені ретінде қарастырған болатынбыз. Соны сыздық. Баға одан кейін бұны бұзды да, ретест келіп үстіге қарай кеткен. Потом мына жерде тоже бағаны істеген, сопротивление уровені болған. Жалпы бұл екі уровеньді бұзды да, енді осы уровеньнің несі болып жатыр? Ретесті болып жатыр деген сөз. Осы екі уровеньді қолданып, енді баға үстіге қарай үлкен импульсті қозғалыс беріп, одан кейін коррекция келді, ары қарай импульсті қозғалысын жалғастыруы мүмкін. Және мына уровеньнің бұзғаннан кейін мына уровеньнің ретесті болып, баға келесі мына уровеньге дейін баруы мүмкін деген анализ жасалынған болатын. Яғни мына жерде 1 сағаттық алатын болсақ, баға мына жерге келіп үстіге қарай кете алмай төменге қарай кеткен. Мына жерде де дәл солай, баға осы жерден уровень қалыптастырып төменге қарай кеткен болатын да. Осы екі уровеньді сызып алдық. Яғни үлкен таймфреймдер арқылы уровеньнің поддержка, сопротивление уровеньнің өзін біз екіге бөлеміз. Глобальный уровень және локальный уровень деп та. Глобальный бізде үлкен таймфреймдер, мысалға 1 сағаттық, 4 сағаттық таймфреймдерді қолдана отырып сызамыз. Олар бізге жалпы бағаның бағытын анықтау үшін көмектеседі. Яғни сол жерлердің бағалары реакция алуы мүмкін дегенді анықтау үшін да. Ал кіретін кезде біз ұсақ таймфреймдермен кіреміз да. Мысал ретінде алайық, осы екі уровень сызылды. Баға мына жерде келді, мына уровеньге тиді, байқасаңыздар, тиді да не істеді? Үстіге қарай реакция берді. Мінекей, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай,
нәтижесі қалай болды? Былай келді. 5 минуттықпен қараған кезде баға мына жерге келген. Мына жерде уже үстіге қарай реакция берді. Оны графиктен қарайтын болсақ та болады. Баға мына біз сызған уровеньге дейін келді да, осы уровеньнен реакция алып, келесі уровеньге дейін деп қарастырғанбыз. Тейк профитімізге полный жетіп берді. 5 минуттықпен қарайтын болсақ та, баға келді, осы жерден реакция алды, үстіге қарай полный мына уровеньге дейін барып берді, байқасаңыздар. Уже бүгін не істеді? Мына глобальный уровеньге тиді, ары қарай бұза алмай төменге қарай реакция алды. Яғни сіз мына жерден кішігірім мына жерге дейін шорт ашып жіберуге де мүмкіндік болды. Яғни бұл жерде біз қарапайым стратегия ретінде нені аламыз? Осындай бірінші үлкен таймфреймнан глобальный уровеньдарды сызып аласыз. Яғни ол не үшін? Жалпы баға осы екі уровеньдердің аралығында реакция алуы мүмкін деген. Баға байқасаңыз, астында глобальный реакция алды. Уже мына 4 сағаттық 1 сағаттықта мына глобальный уровеньді сызып алдыңызда, уже демек баға осы уровеньге келіп төменге кетпей үстіге кетуі мүмкін деп аласыз. Сөйтіп алғаннан кейін, мысал ретінде, баға осы уровеньнан деп лонгқа қарастырсаңыз болады. Немесе мына жерден реакция алып, кішігірім ұсақ, мысалы 5 минуттық таймфреймнан уже реакциялай бастаған кезде де сделка ашып, стоп-лосты ненің уровеньнің астына қойып, тейк профитті үстіндегі уровеньге дейін деп қойсаңыз болады екен. Дәл солай бүгінгі ситуацияда қалай болады? Мысалға баға қарапайым стратегия ретінде алатын болсақ, мына уровеньді сыздық, баға мына уровеньді егерде бұзалса, демек ары қарай кетеді деп қарастырсақ болатын еді. Мына жерде қалай болды? Баға үстіне қарай кетті де, не істеді? Мына уровеньді бұза алмай, төменге қарай мынандай үлкен қызыл свечамен реакция алды. Бұл жерде біз қалай қарастырып жүрсек болады? Баға мына уровень бұза алмағаннан кейін, мына қызыл свечадан кейін уже мынандай бір кішігірім сделка қарастырып жүрсек болады екен. Мынандай мына жерге дейін деп мысал ретінде да. Енді акцияда бізде 1-2, 1-3 деген жасау қиын, бірақ принципе былай рисковать етіп көруге болады. Тіпті енді созатын болсақ 1-2 жасауға болады екен мына жаққа дейін. Шамамен мына премаркеттің минимумына дейін деп қарастыруға да болады екен, былайына. Енді баға, енді алдағы уақытта қалай жасауға болады? Баға егерде мына уровень бұзылса, демек бағаны ары қарай не істейміз? Келесі уровеньге дейін деп лонгқа қарастыра берсек болады екен. Яғни қарапайым стратегия ретінде біз нені аламыз? Үлкен таймфреймдағы уровеньдар сызып арқылы біз бағаның сол уровеньдардан реакция алатынын ескере отырып, уже ұсақ таймфреймдардан не істейді екенбіз? Тоже олардың реакциясын күте отырып, сделка қарастырады екенбіз. Жалпы қарапайым стратегия осы. Кішігірім осындай уровеньдарды қолдана отырып, сделкалардың, яғни бағаның реакцияларын күте отырып, реакциялардан сделкаларға ұсақ таймфреймнен кіру арқылы осындай қарапайым стратегиямен жақсы пайдалар табуға болады. Осыны дәл қолданып көрсеңіздер болады. Акцияда да, басқа инструменттерде де тексеріп көріңіздер. Жалпы уровеньдардың негізі жұмыс жасау рөлі өте үлкен, өйткені баға сол деңгейлерден жайдан жай құламайды, жайдан жай өспейді. Өйткені сол уровеньдарда жалпы инвесторлардың психологически несі болады, зоналары болады. Соларды ескере отырып, инвесторлар сол зоналардан төмен түсіргісі келмейді, немесе өсіргісі келмейді деген сияқты сол уровеньдарды қолдана отырып, өзіңіз осындай қарапайым сделка жасасаңыздар болады. Осылай практикада жасап көріңіздер, уровеньдарды қолдана отырып, сделкаларыңызды бөліссеңіздер де артық етпейді. Және де уровеньнің мақсаты бізде жалпы екі таймфреймдағы қолданатын, үлкен таймфреймнен жалпы негізгі реакция алатын жерді алатын болсақ, ұсақ таймфреймнен кіру нүктесі үшін қолданады екенбіз.